Саламатсыздар ма көрермендерім? Қалай шекті шлактан тазалауға болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ал келесі видеом Вьетнам бальзамның пайдасы жөнінде болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Медицина мамандары кез келген аурудың алдын алғыңыз келсе, немесе аурудан айыққыңыз келсе, алдымен шегіңізді артық заттардан тазартыңыз деп кеңес береді. Шекті артық судан, нәжістен, құрттан тазарту керек. 70 жыл өмір сүрген кісінің шегі 100 тонна тамақ пен 40 мың литр сұйықтықты өткізеді. Нәтижесінде шек бүкіл ағзаның саулығына нұқсан келтіретін улы заттарды жинайды. Ағзаны қанды улаумен қатар бірнеше дерттің дендеуіне себепші болады. Сонымен шек шлакқа толғанда іш қату болады. Аптасына бір рет, кейде 2 аптада бір рет үлкен дәретке баратын жағдайға әкеледі. Зат алмасуды бұзады, қант диабетіне шалдығады, аллергия пайда болады, салмақта өзгеріс орын алады. Бірде шамадан тыс толса, енді бірде салмақ жоғалтады. Бауыр мен бүйрек сыр береді, құлақ пен көз ауыра бастайды, бастың терісі мен тырнақтың саулығы нашарлайды, буын аурулары пайда болады. Егер шекті дер кезінде тазалауды бастамасаңыз, соңы қатерлі ісік ауруына алып келуі мүмкін. Клизма көмектесе ме? Үлкен дәретке уақытылы бармайтындар клизма жасатуға әдеттенген. Әсіресе жас балаларға осы әдісті жиі қолданатындар да бар. Десе де клизма тоқ шекті 40-50 сантиметрге дейін ғана тазалауға қабілетті екенін ескеріңіз. Оны үй жағдайында жасау мүмкін емес. Арнайы аппараты да арзан тұрмайды. Сондықтан да арнайы орталыққа барып шекті тазалатуға тура келеді. Клизма шекті 100% тазалай алмағанымен қоса, шек микрофлорасының жұмысына кері әсер етеді. Шекті зығырмен тазалауға болады. Бұл арзан әрі сенімді әдіс. Ол үшін 1-3 десерт қасық зығыр дәнінен дайындалған ұнды жейсіз. Ем ретінде үзбей 3 апта қабылдайсыз. Сонда аш шекте де, тоқ шекте толық тазаланады. 3 аптадан кейін өзіңіздегі оң өзгеріске таңғаласыз. Біліңіз, бұл әдіс салмағыңызды реттеп, артық майдан арылуға ықпал етеді. Зығыр ұны қандай қасиетке ие? Ағзаны улы заттан тазалайды, шлакты шығарады, қандағы холестерин деңгейін реттейді, тыныс жолдарындағы ауруды емдейді, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, гастритті емдейді, тоқ шектің қабынуына ем болады. Асқазан мен 12 шектегі жараны жазады. Несеп жолдарындағы бүйрек тостағаншалары қабынуы, пиелит, қуықтың қабыну ауруы, цистит ауруынан айықтырады. Ем үшін күніне 2 шай қасық зығыр ұнын ішке қабылдайсыз. Оны сұйық тамаққа қосып жеуге де болады. 3 аптада шек тап-таза болады. 1 аптада 1 десерт қасық ұн мен 100 грамм қаймақ немесе кефир. 2 аптада 2 десерт қасық ұн, 100 грамм қаймақ немесе кефир. 3 аптада 3 десерт қасық ұн және 100 грамм қаймақ немесе кефир. Бұл қоспаны таңғы аспен қосып қабылдайсыз. Сонда аш шек пен тоқ шек артық заттан, удан, шлактан тазарады. Егер зығыр ұнын табу мәселе болса, оған алаңдамаңыз. Дәріханадан зығыр дәнін сатып алып, кофе ұнтақтағышпен ұсақтайсыз. Дайын болған ұнды ем ретінде қолданасыз. Ескеріңіз, ем кезінде күніне 2 литр су ішуді қадағалаңыз. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.